уақытта осы Uno арқылы жарық диодты басқаратын боламыз. Бізде жарық диодымыз екі түрлі түсті жарық диодымыз бар. Сары түсті, яғни 3 мм және де ақ түсті болып жатады. Қазір осы жарық диодты жинап, сосын оны программа арқылы басқаратын боламыз. Бүгінгі сабағымызда біздерге қажет болатын материалдар Arduino Uno платасы, яғни бұл негізгі микроконтроллер, осы арқылы басқаратын боламыз. Және біздерге жарық диодты жинауды көмекші болатын бұл макеттік платасы, яғни бұл үйренуге, білім беруде қолданылатын макетный плата, осыған жарық диодты және кедергілерді жалғайтын боламыз. Сонымен бірге атап айтқандай жарық диод және екі кедергі. Жалпы кедергілерде мұнда жарық диодты қолдануда қандай кедергі қолданамыз? Мұнда біздерде екі түрлі жарық диод бар. Яғни біреуі 4 кодсыз және екіншісі 5. Жалпы жарық диодтарда бұған бізге керегі 220 ohмдық кедергі. Оның негізгі мақсаты Arduino Uno'да сандық порттан келетін 5 вольттық токты бізде жарық диодымыз дейтін 3 вольтты пайдаланады. Яғни 2 вольт артық. Сондықтан сол кернеуді шектеу үшін, вольттен кернеуіміз бізде осындай кедергі қолданатын боламыз. Бұндай жағдайда жарық диодтың қолданатын ток күші, бана айтқандай, кернеу 3 болатын болса, ток күші ол дейтін 20 миллиампер. Arduino'да жұмыс жасау ток күші 40 миллиампер. 5 вольт арқылы есептейміз. Есептегенде 150 ohмдан басталады. Ал енді Arduino жинақтың ішінде 220 ohмдық кедергі келеді. Ең аз дегенде сол 220 ohмдық кедергіні қолданатын боламыз. Яғни бұл жағдайда да біздің жарық диодымыз жанады. Ал енді одан көп кедергі қолданатын болсақ, онда жарық диодымызға ток жетпей қалады да, жарық диодымыз жанбайтын болады. Енді қазір осы жарық диодты жалғау тізбегін жасасақ. Ол үшін бірінші жарық диодты алайық. Жарық диодымыз ұзындығы 5 мм жарық диод көрсетілген. Ұзыны ол плюс, яғни анод. Қысқасы минус ол катод диод. Яғни жарық диод деп айтқандықтан диодта ток бір бағытта, ал жарық диодында токтың жұмысы ол анодтан катодқа өткенде біздің жарық диодымыз жағатын болады. Сондықтан да кедергіні анод тұрған жаққа, яғни плюске басатын боламыз. Ток бірінші кедергіге барып, кедергіден келіп анодқа өтеді де, анодтан катодқа өткенде біздің жарық диодымыз жанатын болады. Енді макетный плата. Жалпы бұл платада жолдар көрсетілген. Мына екі шеткілер, бұларды жолдар дейтін бір-бірімен параллель болмас ұзындығы. Яғни видеода мысалы вертикалды, ал мына қатарлар горизонталь. Яғни әрі қайсысы бір-бір болып. Мысалы 4 тесік бір рет біреуіне ток берсеңіздер, қалғандары ток бар. Яғни жарық диодты біз осы қатарға қолданатынымыз, ал мынау біздерде Arduino Uno'мыздағы 5 вольтпен минус токтарды көбейтуге. Енді жарық диодты қондырғанда макетный плата қалай қондырылады? Жалпы плюсті ол біздерде анодымыз оң қолымызға алсақ, оң жақта минусты, сол жақта сол қолымызға алады. Яғни оң қолым анод, менде оң қолымызға алады. Осылай макетный плата қолданамыз. Яғни сәтте мен білем, осылай ұстатқанда оң жағы анод, сол жағы катод. Енді кедергімді орналастырам. Кедергімді бана айтқандай, ол дейтін ток бірінші кедергіге, кедергіден анод барады. Яғни кедергінің бір аяғы бізде анодқа, плюс жаққа орналасуымыз. Осылай орналастырамыз. Қалай орналастырсақ та өздеріңіз. Кедергіні орналастырдық. Енді проводтармен жалғайтын боламыз. Жалпы проводтардың түрлері бізге жаңағы сәтте папа деген жалғау сымдар керек бар. Қара түсті, қызыл түсті. Өзіңіз байқап отырғандай, қара түсті ол минусты. Яғни жарық диодында катод бізде орналасқан, сол катодтың қатарына қосамыз. Яғни бұлар жанына қосатын болсақ, минус тогымыз бізде далада болады, мына жерде тұрады. Бізге ол катодқа бөліп, сондықтан катод тұрған қатардың астынан қыстыруға біз жаңағы сәтте ең жоғарыда тұр. 4 тесіктің қалған 5 тесіктің қалған 4 тесіктің біреуіне қосуға болады. Мысалға мен қостым. Бұл менде Arduino Uno'дағы яғни power бөлімінде орналасқан екі
JND минус порттың біреуіне барады. Минусын біреуіне қосам. Екінші, ол біздерде қызыл түсті, яғни бұны плюс топ ретінде арттырамыз. Себебі біз білеміз, сандық порттар плюс топтар, бірақ басқаруға болады. Сондықтан оны плюс топ ретінде арттырамыз. Жалпы өздеріңіз үйренгенде, оқушы үйренгенде солай үйреткен жақсы. Себебі плюс топ ашық түспен минусты, яғни қара, көк сияқты түстердің құралдарына қосылады. Ол себебі модельдіктің өзінде схемада көбіне осылай көрсетеді. Енді сандық порты үшін кез келген цифрға қосылады. Мен мысалға қостым 6-шы портқа, 7-ге қостым. Көрші қызыл құралдың 7-ге. Енді жарық диод аталған жарық диод 2-ші портта қосылған дегенде бұл жерде мына макетті платадағы сандармен бойынша қосылады. Ол емес, ол қызыл құралдың сізді ардуинода қай портқа қосылып тұр, сандық порт. Соны яғни біздің аталған сары түсті жарық диодымыз 7-ші портқа қосылған. Мінекей схемасы қарап аламыз. Енді қазір программа жазатын боламыз. Программаны жаздық. Енді қазір жүктейтін боламыз. Неге программасы дайын. Енді бұл жағдайда не орындап тұр? Дәл қазір сәтте программаны қосқан кезде, мына қызыл басындасы, ол кезде void setup орнатылып, уже pin mode екен, бәрі қарап отыр. Ол put екен бәрі. Енді 1 секундқа жанды, сөнді, қайттан яғни нақты циклымыз айналатын орнайды. Жанды 1 секунд бойына, сосын сөнді 1 секунд бойына, сосын қайттан жанады, қайттан сөнді. Яғни мұна аталған бұл пункттағы команданың барлығы тұрақты орындалып жүреді. Енді программадағы фигуралы жақшалар нені білдіреді? Мына аталған фигуралы жақшалар ол void setup функциясын басталғанын және аяқтағанын бұл арқылы ардуино түсінетін. Void функциясы. Енді ардуино программасы ол деген жоғарыдан төмен яғни бұнша түсіндіріп, егер де біздер жоғарыда yellow көрсетілген төмен yellow ескереміз, ол жоғарыда көрсетілмегесін сіздерге қателеп шығады. Соның барлығын мұқият ескеру керек. Мысалы, мұнда yellow деген сөз қалай жазылды? Барлық жерлерде сол әріптермен солай жазылды. Егер кіші әріппен басталса кіші әріп, егер біреу үлкен әріппен басталған болса, онда барлық жерлерде сол үлкен әріп. Енді бұл жағдайда интернетте жалпы осы жарық диодқа байланысты алғашқы ең кіріспе сайлап болғандықтан бұған видеолар көп, жинақтарында схемалар көп. Соның біреуінде мына кедергіні, бесвольттықтан кедергіні минусқа JND-ге қосады. Енді бұл жағдайда біздің жалпы жарық диодтың өзінің жұмыс жасау характеристикасы, жұмыс жасау сипатына сәйкес келмейді. Сондықтан да көп жағдайда интернеттен қарағанда бірінші мұқият мәліметтерді тексеріп алу керек. Яғни бұл сәйкес келе ме, келмей ме? Бір ғана сайттан емес, бірнеше сайттардан қатар мәлімет қараған жақсы. Соны ескеруге тиіс. Енді бүгінгі сабақта сонымен не таныстық? Int деген ол бүтін сандар екені, яғни 0, 1, 2, 3 кезеңген сандар келіп бүтін сандар келеді. Ол себебі біздің 0 мен 1-ді шақыру үшін қажет. Яғни міндетті түрде айнымалы бірден интсіз көрсетуге болмайды. Себебі сандардың түрлері көп. Теріс сандар бар, оң сандар бар, бүтін сандар бар, бөлшекпен берілетін сандар бар, ондық бөлшектеріміз бар. Яғни бұл айнымалы қайсысымен жұмыс жасауға тиісті. Сондықтан ардуино жұмысында телефон қалай көрсетесіз? Ең yellow жетеді көрсетеміз. Void setup пен void міндетті. Яғни мынаны жазбай кетіп, бірден мынаны pin mode деген сөз аудармасы pin деген порт, mode деген жердегі порттың режимі. Output деген шығару шығыс. Void функция, цикл, яғни циклдік функция, stage 2 деген біздер білеміз ол деген write деген осыған команда жазу, қандай команда жазамыз, hide деген команда жазамыз. Delay деген осы командада 1 секунд бойына ұстап тұрады. Digital write дегенде екіншінде low деген, яғни бұл сол жаңағы сөндіру командасын 1 секунд бойына ұстап тұрады. Фигуралы жақшалардың ашылып, жабылуын тексереміз. Бүгінгі
келесі аяғымыз осымен аяқталды. Келесі аяққа қалған қонақ банкына жасайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, ұнаса лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісіп отыруларыңызға болады.